Сәлем достар, қазір сіздермен осы заварной кремнің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қантқа крахмалды қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алдық. Кремді жасайтын ыдысымыздың түбі қатты жұқа болмау керек. Менде орташа. Осы ыдысымызға сүтті құямыз. Араласқан массамыз саламыз. Және де жұмыртқаның сарысы. Бәрін қосып алдық. Енді плитамызға қойып жақсылап араластырамыз. Плитамыздың астын қостық. Енді осыны жақсылап араластырып, қазір массамыз қоюланғанша әрдайым жанынан кетпей осылай араластырып тұрамыз. Ішіндегі массаларды бірінші әбден жақсылап араластырып алуымыз керек. Мінекей бір келіп болып жақсылап араласты. Ешқандай ірі бүлік жоқ ішінде. Енді қоюланғанша осылай әрдайым араластырып тұрамыз. Жанынан кетпейміз, әйтпесе асты жабысып қалуы мүмкін. Мінекей біздің массамыз қоюланып бастады. Енді астын сәл басамыз. Әрдайым жанынан кетпей осылай араластырып тұрамыз. Мінекей қоюланды. Астын өшіріп қойсаңыз болады. Мінекей осындай қою масса шығуы керек. Енді мына массамызды бөлек ыдысқа саламыз. Ішінде сары майымыз бар. Бірден плитадан ала салысымен саламыз. Сары майымызбен біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Мінекей сары майымыз еріп, жақсылап екеуі біріккенше араластырдық. Осындай масса болды, міне. Енді бұның бетін жауып, суығанша қойып қоямыз. Бетін пищевой пленкамен жабамыз. Пищевой пленкамен контакт жабуымыз керек. Контакт жабу деген мінекей осылай пленкамыз массамызға тиіп тұру керек. Мінекей бетін контакт жауып алдық. Енді бұны суығанша қалдырамыз. Әбден суығаннан кейін қалған тәттімізге қолдана бересіз. Ас болсын. Каналымнан басқа да жаңа рецепттер көргіңіз келсе, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.